Закир Наикты тыңдаған дұрыс па? Ислам діні бір машина деп алатын болсақ, ол машинаның моторы бар, ходовойы бар, кузовы бар. Ал енді Закир Наик тек қана сол ислам дініне шақырушы ғана тұлға. Диспут жүргізеді, басқалармен, христиан басқа діндермен диспут жүргізіп, исламға тартушы, сол машинаға отырғызады, болды. Ал әрі қарай ол моторист емес, ол ходовойды жөндемейді, ол кузов жағын білмейді, электрика жағын білмейді. Сол сияқты Закир Наик тек қана дай, яғни дават жасап, басқаларды дінге іріктемекші ғана. Ақида маманы емес. Дін, ислам діні дәл сондай бөлінеді. Оның ақида саласы бар, оның фих саласы бар, оның хадис саласы бар, оның жаңағыдай наху, грамматика саласы бар. Жан-жаққа салаға бөлінеді. Хадис саласы бар. Сондықтан бір уағызшы мықты айтады екен, күшті дәлелдейді екен деген сөз оның бүткіл салада мықты екенін білдірмейді. Оның ақидасы дұрыс екенін, оның фихы дұрыс екенін, оның хадисі дұрыс екенін білдірмейді. Ол тек өз саласында мықты, бірақ ақида саласында ол мықты емес. Ақида саласында басқа ғалымдар бар, әлемдік мойындаған, кәдімгідей үлкен деңгейдегі ғалымдар бар ақида саласында қазіргі әлемде. Фих саласында да үлкен ғалымдар, ханафи мазхабының ғалымдары бар. Яғни оған ол кісіге ақида фихтан яғни бір жауап берсе, ол кісі мысалы Закир Наик бір ақидадан жауап берді. Енді мына жерде ақида маманы жауап берді. Біз кімді аламыз? Ақида маманның сөзін аламыз, фихтің маманның сөзін аламыз, хадистің маманның сөзін аламыз. Закир Наиктің сөзін алмаймыз. Түсінікті? Сондықтан қазір кейбіреулер Закир Наик күшті айтады, күшті айтады, диспут қылады. Сондықтан оның барлығы дұрыс деген нәрсе емес.